Ұлытау жобасы. Қайырлы күн көрермен, қайырлы күн Ұлытау жұртшылығы бізді көріп отса, қайырлы күн Астанадайлы, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қазір ғана Астанадан ұшып келдім, және топ ете қалғаным Жезқазғанның өзіңіз айтатын жаңағы сол жағалауына келіп отырмыз. Абылай ханның ескерткішінің түбінде ашық аспан астында сұхбат болады. Енді Ұлытауда жүргізіліп жатқан, Ұлытау облысы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар, не болып жатыр, қандай жоспар бар, бұл туралы сұхбаттарыңыз көп негізі. Және менің әуелден сіз жағы тұлға ретінде танығым келгені, әуел өзіңіз туралы сұрақ қойғым келді. Әлеуметтік желіде барсыз. 6000 оқырманыңыз бар екен Инстаграмда. Дұрыс қой, өзіңіз отырасыз ба әлеуметтік желіде? 3400. Өзім отырам. Өзіңіз отырасыз? Өзім оқимын, өзім жауап берем. Жауап бересіз. Уақыт табыла ма? Енді кейбір кезде табылады, кейбір кезде осы бүкіл комментарийлерді соны скриншот жасап, тиісті құрылымдық жаңа басшыларға берем. Жіберіп отырам. Негізі Жезқазғанда жалпы мен бұл нағашы жұртым, кішкентайымнан Ұлытауда өскенмін. Енді Ұлытаудың өзінен, ауданнан түрлі әкім болды, бірақ өзіңіз нақ осы жердің тумасысыз, иә? Бэкграундыңызды айтып өтсеңіз, қай жерде өстіңіз, қандай білім алдыңыз? Ең біріншіден біздің өңірге келі, Ұлытау өңіріне қош келдіңіз. Рахмет. Осындай жобаның біздің өңірде жүзеге асырылуына өте қуаныштымын. Енді өзіме келсем, мен осы 1984 жылы Жезқазған қаласында туғам. Қаладан өзінен? Қаланың өзінде туғам. Осы бізде Жезқазғанда бұрын Некрасова 65 деген үй бар. Некрасова 40, сол үйлерде тұрғам. Осы бірінші сыныпта 22-ші мектепке барғам, қазақ сыныбына. Сосын 8-ші сыныптан бастап Сатпаев қаласында Сәкен Сейфуллин гимназиясы бар, сол жақсы мектеп. Сол мектепте ата-ана әженің қолында тұрып, сол мектепке барғам. Енді мектеп кезінде спортпен да шұғылдандым, тейквондомен айналысатын тұғым. Енді 10-11 класста менің атам жұмыс бабымен Алматы қаласына көшкен тұғын. Өзім атам осы өңірдің дамуына да үлкен үлесін қосқан. Осы Жезқазған сексеуіл темір жолын жобалаған менің атам болатын тұғын. Осы Жезқазған өңірін тупиктен шығару сондай жоспар болған атамда. Енді сол атам мен әжемен бірге Алматыға көшіп, сол Алматыда 10-11 класты бітіргем. Сол 10-11 класты бірталай жоспарларым болған, болашақ мамандығым бойынша. Енді біріншіден менің ойлағаным, менің әжем дәрігер, тіс дәрігері. Менің бірінші сол арманым тіс дәрігері болғым келген. Бірақ та 11-ші сыныпта сол жалпы мен сол халыққа, қоғамға қызмет етемін деп жоспарым болған. Ешқандай кәсіпкерлікпен айналыспаймын деп, сол қоғамға, халыққа қызмет етем. Енді 11-ші сыныпта кішкене жоспарым ауысқан болатын. Құқық қорғау органдарына жұмыс істегім келген. Бірақ та 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін жалпы менің көзқарасым өзгерген болатын. Құқық қорғау органдарына емес, жалпы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу. Сол үшін мен мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығын таңдап алғам. Сол кезде ол енді Әл-Фараби университеті. Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінің сол экономика және бизнес факультеті. Сол жерде сол уақыттағы модный мамандық деген болған. Енді екінші жыл ғана пайда болған мамандық. Сол мамандыққа түстіп, сол жерде бітіріп, Алматы қаласында әкімшілікте жұмыс істедім. Әкімшілікте 10 жылдай жұмыс істедім. Арасында жаңа қаржылық бақылау қадағалау органдарында да жұмыс істедім. Содан кейін енді Астанаға жоспарым болған. Астанаға көшу өткені Алматы енді жергілікті атқарушы органдарда біраз жұмыс істедім.
енді жаңа тәжірибе алып орталыққа да бару жоспарым болған. Сондықтан мен жаңағы Астана қаласына жаңағы республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау есеп комитетіне жұмыс істеген. Содан кейін өзіңіз білесіз, үлкен жоба болған халықаралық экспо көрмесі. Сол экспо көрмесінде жұмыс атқардым. Содан кейін Павлодар өңірінде де жұмыс істедім 1 жылға жуық. Сол Павлодар өңірінде кәсіпкерлік, туризм және сауда басқармасының басшысы болғам. Осылай өмір бойы жаңағы мемлекеттік қызметте, квази мемлекеттік органдарда. Сосын 2019 жылдың аяғында өзіңізді білетін шығарсыз, мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен осы республикада жастар арасынан резерв қалыптастыру. Президентіміздің жастар резервін қалыптастыру деген бағдарлама болған. Сол жобаға қатысып, сол президенттің 300 резервист қатарына кірдім. Сол 300 резервистердің ішінен туризм комитетінің төрағасы шақырды. Өйткені Павлодар өңірінде жұмыс істегенде сол туризм мәселесінде дамытқан. Содан кейін енді туған комитеттен кейін туған өңірге Ұлытау облысының әкім орынбасары болдым. Содан кейін президент әкімшілігінде де жұмыс істедім. И 7 айдан кейін осы туған жерге қайтып келдім. Демек сізде әкімге деген артылатын жауапкершілікті ақтамауға ешқандай шанс жоқ. Өйткені бұл жерде бірінші критиктар, бірінші сыншылар туған туыстар отыр дегендей. Өйткені шыны керек, өзің туып өскен өңірдің жауапкершілігін алу бұл 2 есе жүк сияқты. Келіп кеткен әкімге қарағанға. Өте дұрыс. Туыстарыңыз айтпай ма сізге? Енді әрине маған осындай сенім білдірген мемлекет басшысына үлкен алғыс білдіремін. Бізде қазақта туған жерге туын тік деген бір әдемі сөздер бар ғой. Сондықтан мен үшін туған жерде жұмыс істеу ол үлкен мәртебе. Маған осындай сенім білдіріп, осындай жауапты лауазымға тағайындаған үшін мемлекет басшысына мың алғыс. Осындай мүмкіндік беріп, туған жерімді дамытуға. Енді мына жерде жауапкершілік бойынша айтып жатырмын ғой. Әсіресе туған жерде жұмыс істеу өте жауапты, 2 есе жауапты. Өйткені туыстарым бар, көршілерім бар, бұрынғы класстастарым бар, басқа да таныс туыстар бар. Жұмысты адал, бүкіл күш-жігерімді салып, тәжірибемді салып дегендей орындауға тырысамын. Айтыңызшы, жаңа сіз, мен білген жоқпын, сіз осы жерде әкім орынбасары мен әкім болардың ортасында Астанада біраз қызмет еткеніңіз. Дегенмен орынбасарлық қызметте де бір контекстке кіріп үлгердіңіз ғой, қандай мәселе. Бірақ осы жақтың тұрғын ретінде және бұл жақтың барлық контекстін түсінетін адам ретінде әкім болып келген кезде, жаңадан тағайындалған кезде ең әуелі мынадан бастау керек деген бір қандай ой, қандай әрекет? Енді әрине орынбасар болғанда жауапкершілік жаңа аумағы ол ондай үлкен емес. Ол жерде мысалы мен әкім орынбасары болғанда ол жерде 6 басқарма болған қарамағында. 20 бағыттай мәселелерді қамтитын тон. Енді әкім болып келгенде ол енді бүкіл өңірдің бүкіл салаларына жауап бересің. Енді біріншіден енді ешқандай несі жоқ. Енді біріншіден осы басталған бұрынғы әкіммен басталған жобаларды аяғына дейін бітіру. Осы облыс боп қайтадан қалыптасқаннан кейін бізде бірталай түйткілді мәселелер болған. Инфрақұрылым дамыту, инфрақұрылымдық жүйелер өте қатты тозған болатын, жолдардың жағдайы өте жаман болатын. Облыс құрылғаннан кейін Қарағанды облысы қарамағында болғанда көптеген тапсырылмаған нысандар болған.
жыл 5 жыл 8 жыл салынбай тұрған жобалар болған. Енді сол жобаларды біз көбісін бітірдік. Өткен жылы мысалы Сатпаев қаласындағы оқушылар сарайы бітті құрылысы. Сонымен қатар бұрыннан осы Жезқазған қаласында бассейн болған жоқ. Осы 20 жылдай бассейн болған жоқ. Сол бассейн, ол бассейн ғана емес, жалпы спорт кешені, ішінде бір қатар залдары бар. Енді қазақмыстың демеушілігімен ол да нысан бітті. Сонымен қатар Жезқазған қаласындағы 320 орындық балабақша, осындай нысандар бітті. Сонымен қатар жаңағы енді ауыз су мәселесі, бір қатар жобалар бар, олар әлі жүзеге асырылып жатыр. Өйткені ол жүйелі мәселе, ол бір жылдың ішінде бітірілетін жұмыс емес, ол бірнеше жыл қажет етеді. Бірақ та оның бір қатар этаптары біткен болатын. Одан әрі жұмысты жалғастыру үшін бізге әлі 1-2 жылдай керек. Енді сонымен қатар этап дегеніңіз жаңағы тыңдап отқан адамдарға сәл түсінікті болу үшін құбыр ауыстырылды, жаңа фильтрациядан өткізілетін жаңа технологиялар енгізілді деген сияқты, бұл да этап, иә? Иә, мысалы бізде жалпы облысымызда ауыл тұрғындары 97% орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Енді облыс орталығы және басқа қалалар 100% мен қамтылған. Бірақ та, мысалы, Жезқазған қаласында сол судың сапасында бір мәселелер бар. Өйткені бізде қазір, мысалы, Жезқазған қаласында біз ауыз суды осыдан 2 жыл бұрын толығымен 100% жер бетіндегі су көздерінен алатын тұғымыз. Кеңгір су қоймасынан. Енді өткен жылы біз Үйтас Айтос су құбырын жобасын бітірдік. 51 шақырым жаңа су құбыры салынды. Ол жоба 2 жыл ішінде жүзеге асырылды. Енді біз қазір 100% емес, 70% кеңгір су қоймасынан алып отырмыз. 30% жер асты су көздерінен алып отырмыз. Енді ары қарай 2 жоба бар. Айдос су көзін және Есқұла су көзін. Ол жерде бірнеше скважиналар бар. Кейбір скважиналар енді ескерген болатын. Сол скважиналарды қайтадан бұрғылап жаңа су көздерін табу. Сонымен қатар енді Сатпаев қаласынан Есқұла су құбырын Жезқазғанға тарту. Енді ол жұмыстар уже біту сатысында. Енді ол мен айтып атқаным бұрынғы жобалар. Кейбір 4-5 жобадай су бойынша осы жылы басталды. Енді ең маңызды мен үшін жоба ол Жезқазған қаласының жаңа батыс аумағын дамыту. Мен үшін бұл біз отырған аумақ. Бұл біз отырған аймақ. Мен үшін мысалы ол аудан бұрын өзіңізге есіңізде бар шығар, бұрын Астана болып қалыптасқанда бізде жаңа сол жағалау пайда болған кезде. Ол сол жағалау біздің Қазақстанның жаңа даму сатысы символы. Сондықтан қазір сол жағалауды көріп отырмыз. Ол дамыған елдің көрінісі, дамыған елдің символы. Сол үшін біздің өңірде осы батыс ауданды дамыту мен үшін өте маңызды. Өйткені ол біздің жаңа Ұлытау облысымыздың дамуының символы деп келбеті деп білемін. Қазірдің өзінде осы батыс аумақта өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар, бір қатар заманауи ғимараттар салынып жатыр. Менің артымда Ұлттық банктың жергілікті филиалы салынды. Осы жылдың аяғына дейін тұрғында тұратын 16-18 көп этажды көп қабатты үйлер салынды. Ары қарай қазір осы жылы жаңағы спонсорлардың көмегімен, Болат Өтемұратов қорының көмегімен осы жерде оқушылар сарайы салынып жатыр. Жалпы мемлекет басшысының тікелей бақылаумен, координациясымен осында кейбір меценаттар
осы біздің өңірге инвестиция салып жатыр. Оқушылар сарайы, сонымен қатар келесі жылы сол қаржының есебінен 250 орындық жаңа емхана салынады. Сонымен қатар Қазақмыстың қолдауымен келесі жылы жаңа конгресс орталығының құрылысы басталады. Өткені өздеріңіз де білетін шығарсыз, біздің облыс орталығында үлкен осындай жақсы заманауи осындай іс-шараларды өткізетін ғимарат жоқ. Және бізде жоспарда осы ауданда бірқатар мәдени білім нысандары бар, мысалы бином мектебі бар, жоспарында осында салу келесі жылы бұйыртса соның құрылысы басталады. Ол жаңа мемлекеттік жекеше әріптестік механизммен салынатын болады. Жалпы жоспарлар осындай. Енді тағы да басқа да жобалар бар. Енді туризм саласында, транспорттық, логистикалық бағытта ондай жоспарлар көп негізі. Туризмге қазір келеміз. Бұл менің сізге де туризм комитетін басқарған адам ретінде және менің де ел үшін көп аралайтын адам ретінде жақсы көретін сұрағым болады қазір. Бірақ бір мәселе, Астанаға көлікпен барамын деп айттыңыз, үнемі, және себебі жаңағындай бақылау және жолай ауылдарға соғамын дегеніңіз бар. Сол кезде бәрібір білесіз бе, сырттан басқару, сырттан бір менеджмент жасау бір бөлек, бірақ халықтың ішінде, халықтың аузынан есту көп мәселені бұл басқа дүние сияқты болып елестейді маған, Бұл экспириенс дейді ғой, бұл тәжірибе сізге не береді? Жаңа халықтың ішіне кіріп, ауылдарға барып сұрау, қандай да бір инсайттар пайда бола ма? Қандай да бір жаңа шешімдер, жаңа көзқарастар пайда бола ма? Әрине, жалпы ашық мемлекет деген концепцияны біз үнемі осы концепциямен жүреміз. Енді мен өзім бізде регламент бойынша әр ай сайын, әр айдың басындағы бірінші бейсенбіде халықпен кездесем, жеке қабылдауға. Енді о жерге кез келген адам келіп жазылады. Кез келген адам келіп жазылады. Біздің аппарат бүкіл жаңағы топтастырып жинайды адамдарды. Енді ол тек қана регламентке қарап мен адамдарды қабылдай берем. Мысалы мен өзімді, мысалы кейде әкімшілікке жұмысқа таңертең келгенде, кейде әкімшілікте жаңа астында адамдар тұрады. Соларға сұраймын, қандай мәселемен келдіңіз? Егер бос уақытым болса, әрине бізде график өте тығыз, бірақ та егер бос уақыт болса, әрине мен сол кісіні қабылдап, мәселесін сұрап, тиісті шешім қабылдаймын. Мен өзімді таңертең мысалы жұмысқа келе жатқанда кейбір кезде бүкіл жол бойы жаяу жүрем, немесе кейбір кезде көп уақыт болмағанда жолдың жартысын көлікпен жүремді, сосын жартысын 2 километрдей, 1,5-2 километрдей жаяу жүрем. Сол жаяу жүргенде де халықтар кейде амандасып, өз мәселелерімен жүгінеді. Танып жата ма? Танып жатады, Енді қазір танып жатады, енді басында қатты таныған жоқ. Кейде кешке мен велосипедпен серуендеймін. Мен жалпы велосипедпен жүргенді жақсы көрем. Кейде жаяу серуендеймін. Сонда да адамдармен кездесіп, арасында сөйлесіп тұрамыз. Астанаға мен көбінесе, дұрыс айтасыз, көлікпен барам. Көлікпен, мысалы, 70% қызметтік іс-сапарды көлікпен жүргенде, дұрыс айтасыз, мен Жаңарқаға соғып кетем, Жаңарқа ауданында кейбір ауылдарға соғып кетем. Менің аппаратым, мен жайдан жай жол жүрмеу үшін арнайы бағдарлама жасайды. Мысалы, қайтып келгенде, немесе әсіресе көбінесе қайтып келгенде, өткені сол жаққа барғанда асығып барасың, қайтып келгенде асықпай өз бағдарламамен жергілікті ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтін, мәдениет саласында, басқа да әртүрлі салаларда жұмыс істейтін азаматтармен кездесеміз. Кейбір кезде жаңа нысандарды аралаймыз, кейбір кезде басқа да қажетті шешімдер қабылдаймыз. Әртүрлі сын пікірлер болады. Біздің сұхбаттың басында атап өткен болатын. Мен Фейсбукты да, Инстаграмды да өзім жүргізем. Енді әрине түсінікті, әрбір сұраққа мен жауап бере алмаймын. Өйткені кейбір кезде адамдар ойлайды, мен бүкіл мәселелерге өзім тікелей жауап беру керекпін. Мысалы, кейбір кішігірім сұрақтармен де жазады. Дворда
бір машина дұрыс тұрған жоқ, немесе анау басқа да кішігірім мәселелермен анау қоқыс уақытында жинаған жоқ. Енді ол үшін менің ойымша жергілікті әкімшіліктер бар. Енді әрине біз мүмкіндігінше жауап береміз, немесе мен жергілікті әкімшілікке жіберем, немесе басқа бір басқармаларға берем. Бірақ та жалпы мен бүкіл жаңа комментарийлерді оқып жүрем. Енді ол өкінішке орай түнде болады. Түнде сосын оқисың, уайымдайсың, кейде ұйықтай алмайсың, кейде түнгі сағат 12:30-да бірде де осы комментарийлердің скриншоттарын жасап тиісті басшыларға жіберем. Ол маған не көмектеседі, ол жалпы өңірде не болып жатқанын, қандай мәселелер бар. Енді әрине бүкіл проблемалық мәселелерді білеміз, бірақ та кейбір кезде осындай кішігірім да проблемаларды білу өте маңызды. Бірақ ашықтықтың екінші бір тұсы бар сияқты, менің өте субъективті пікірім, ашықтық дұрыс әрине, бірақ кейде бір контексттен кетіп қалған сөздер болады, кейде бір дүниелер болады, сол кезде бәрібір 100% жағуда қиын ғой. Бір контексттен жұлынған сөздер болады, кейбір жерде сөзден сүрінген болады. Сондай кезде, білмеймін, сондай бір сәттер болады ма? Әрине болады, бірақ та менің ойымша ол осы контексттен жұлып алған жақшаның ішінде журналистер дейміз ғой. Сол журналистердің немесе блогерлердің жауапкершілігіне мойында қалсын деп ойлаймын. Өзі жергілікті кешіріңіз сөзін, жергілікті өзі блогерлер де болады ғой, әр өңірде жаңағындай міндетті түрде супер бақылауда боласыз. Сондықтан бір әлбетте әр сөзіңді бір бағып отыру керек болады дегендей бір сондай, өйткені қай өңірге барсаң да, мен блогер ретінде жаңағы басшылық қорқып тұрады да кейде. Мен айтамын, менің мақсатым сізді әкім оңбаған деген мәселе емес. Ол да мемлекетке қызмет етуші адам, мен сияқты да. Менің мақсатым басқа дегенде, сол кезде мен әбден көрем да, әбден бір сондай бір казустар көп болған. Әрине, блогерлердің неше түрлілері бар. Енді әрине арасында жақсы сындар да айтылады, пайдалы сындар айтылады. Кейбір кезде неше түрлі кеңестер береді. Әсіресе кейбір жерде кейбір адамдар ешқашан саясатпен айналыспаған, ешқашан басқару жүйесінде істемеген. Сондай адамдар кейде кеңес береді. Бірақ та мен сондайды түсінбеймін енді. Енді әрине сол істің маманы болса, немесе анау жол мәселесінде жасаған болса, немесе жаңағы экология мәселесінде, немесе білім саласында жұмыс істесе и жақсы кеңес берсе, онда ол кеңес дұрыс деп ойлаймын. Ал бізде кейбір адамдар өзін барлық салада мамандар деп есептейді. Ол өкінішке орай бар. Енді кейбір блогерлер, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Кейбір блогерлер өзінің жұмысын күнкөріс источнигі ретінде қабылдайды. Демек манипуляция ол. Манипуляция. Кейбір кезде осылай ақша табамын деп ойлайды, жаман бір не пост салады, сосын кейде келеді әкімшілікке, давайте бірге жұмыс жасайық деп, шантаж сияқты болып көрінеді да. Ондай да адамдар бар енді. Мен көп естідім, сондай өңірлерде көп екен. Өкінішке орай қазір кейбіреулеріне осындай көптеген жағдайлар бар. Сондықтан бұл жерде айтайын деп тұрған мәселе, бір биліктегілердің барлығы біз міне осындай әппақ біз үлпершектейміз, қалған оңбаған деген мәселе емес. Мен блогер ретінде айтпағым, блогермін. Бұрын блогер десе өте қатты намыстанатымын журналист ретінде. Дегенмен блогермін, бірақ айтқым келгені әрбір айқайлап айтқан адамға сене беруге болмайды деп те айтқым келеді. Өйткені жаман деп айту оңай, бірақ сол жаманды қалай түзеу керек деген нұсқан ұсыну одан қиынырақ. Сондықтан сондай адамға құлақ асу керек сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, кез келген басшы
батыстағы жаңағы government, өзіңіз айтпақшы, мемлекеттік басқаруды алсақ та, бұл стратегия деп айтады, иә. Басшы әрбір жаңағы мусордың, әрине сіз жауаптысыз, иә. Бұл құрылым қалай жұмыс істейтініне жауаптысыз, жүйе қалай жұмыс істейтініне жауаптысыз. Бірақ сіз әр мусордың неге ол жерде жатқанына бәрібір сізде оң қол емес, иә. Кез келген әкімде жалғызсыз емес. Сондықтан стратег болу керек дейді. Бұл инвестиция тартушы, стратег дегендей. Дегенмен кейде менің ойымша бір түйсік шешіп кететін жерлер болады. Стратегиядан гөрі міне көп жылдық жоспар, міне қысқа мерзімді жоспар, міне стратегиялық біздің жол, я ол үлкен карта сияқты, ол бағыт. Бірақ кейбір жерде түйсік шешіп кететін және сол интуицияға мына сандардан, мына стратегиялық шешімнен гөрі интуицияма сенейінші деген бір сәттер болды ма? Иә, әрине интуиция біздің жұмыста өте қажетті нәрсе. Бірақ та менің ойымша, жаңа интуициямен бірге логика да кейбір кезде жаңа жүреді. Ал ол екі мәселе, ол тек қана тәжірибемен келеді. Өйткені өмірде неше түрлі жағдайлар болды. Жұмыста да бар, көптеген адамдармен қарым-қатынас бар, бірқатар басшылардан өттім, енді бірқатар өнерде де жұмыс істедім. Сондықтан ең бастысы менің ойымша тәжірибе. Тәжірибе және дұрыс команда. Өйткені бәрі енді бізде осындай біраз сөздер бар. Аппарат біраз жерге аппарат дейді ғой. Сондықтан интуиция, логика, тәжірибе және дұрыс кадрлар. Супер. Ал қараңыз, кадр дегенде бізде кадрлық командалық миграция да бар, иә? Бір әкім келсе, артынан өзінің командасы келеді деген. Осыған наразы болып жататын адамдар да бар. Так, әкім келді, бізді жылжытады, өзінің командасымен келеді деп. Бірақ мен командасы бар адам ретінде және медиа саласында істейтін адам ретінде маған әлде қайда ыңғайлы мені түсінетін және бірге істесіп, бірге қарым-қатынас, коммуникация қалыптасып қалған адамдармен істеу. Бірақ мен білем, басқа жерге барып жұмыс істеп отқан адамды итеру де бір сондай процесс, иә. Қалай шештіңіз, қалай шешесіз? Әлде 50-50 жасадыңыз ба? Енді мен келгенде бізде 20 шақты облыстық басқармалар бар. Сол 20 басқармалардың ішінде бізде 6 басқармада басшы болған жоқ. 2 ай, кейбір кезде 4 ай бойы ешқандай басшы болған жоқ. Сондықтан мен келгенде бірінші басшылары жоқ басқармаларды тезірек басшы тағайындап. Өйткені енді бас жоқ болғанда енді жұмыс тоқтап тұрады. Әрине, орта деңгейдегі, орта буындағы қызметкерлер шешім қабылдауды қорқады кейбір кезде. Енді мемлекеттік қызмет болғасын, әрине кейбір кезде қол қоясын, кейбір кезде батыл нақты шешімдер қабылдау керек. Сондықтан әрине бізде қазір ондай командалық ауысу деген қазір жоқ. Өйткені бәрі заңға сәйкес конкурс өтеді, немесе кейбір заңда көрсетілген бір кейбір жағдайларда уәкілетті орган келісімен тағайындауға болады. Енді мысалы, әрине мен атап өттім, Алматыда жұмыс істедім, Павлодарда жұмыс істедім, орталықта жұмыс істедім. Өмір бойы біраз азаматтарды кездестірдім. Тиісті білімі бар, адал жұмыс істейтін, сонымен қатар жақсы тәжірибесі бар. Енді шыны керек, біздің облыс құрылғаннан кейін көптеген мамандар бізде жоқ болатын. Кейбір мамандарды тарту өте қиын болатын. Соны айтайын деп отқам, қалай алып келдіңіз? Енді мен келердің алдында бұл жерге де талай мамандар келген басқа өңірден. Кейбіреулері 1 жыл жұмыс істеді, кейбіреулері 1,5 жыл жұмыс істеді, бірақ та бәрі қайтып кетті өз туған жерлеріне, немесе Астанаға. Енді мен осы бұрын бірге істеген кейбір азаматтарға ұсыныстар жасадым. Осындай бізде осындай басқармаларды бос орын бар, сол конкурсқа қатыс. Олар менің ұсынысымды қабылдап, сол конкурсқа қатысып, конкурстан өтіп, сол басшы болып тағайындалды. Бұл жерде атап өткен жөн, бізде жалпы өкінішке орай өңірде қатты бәсекелестік жоқ қызметтерге. Өйткені бізде халықтың саны өзі аз, осы экономикалық басқару жүйесінде істеген адамдар да өте аз. Өйткені өзіңіз білесіз, біздің өңір көбінесе өнеркәсіп саласында бағытталған. Сондықтан көп кадрлар бұрын
Жезқазған облысы тарағаннан кейін көп кадрлар кетіп қалған, жаңа кадрлар келген жоқ. Жергілікті университет тек қана инженерлік мамандықтарды дайындады, юристер тапшы, экономистер тапшы, мемлекеттік сатып алу мәселесінде жұмыс істейтін адамдарды тапшы. Көбінесе бэк-офис дейді ғой, бәрі сол бэк-офиске қарайды ғой. Мысалы, егер дұрыс бухгалтер болмаса, дұрыс юрист болмаса, дұрыс экономист болмаса, бүкіл жұмыстар тоқтап қалады. Сондықтан сол маңызды мәселе дұрыс кадрлар тарту болды. Кейбір кадрлар келді, қазір толығымен бүкіл басқармаларында басшылар толығымен бар, бірақ та екі басқармада бар. Ол енді бұрыннан келе жатқан осыдан 1,5 жыл, 2 жыл бұрын қылмыстық істер болған, өкінішке орай, сол басқармаларда. Енді сот процесі жүрді, қазір апелляция деген несі бар, этапы. Сол екі басқармада қазір басшы жоқ. Енді ол жерде орынбасарлар уақытша міндетін атқаруда. Жалпы осылай ептеп кадрларды басқа өңірлерден тартып жатырмыз. Енді олар әрине басқа өңірлерде орынбасар болып істеді, осы жерге жаңа лауазымдар өсіп, басшы болып келді. Енді осы командамен жұмыс істеп жатырмыз. Былай енді жақсы нәтижелер бар. Ары қарай енді уақыт көрсетеді. Әлі 1 жыл ол өте аз уақыт деп ойлаймын. Осындай бүкіл жоспарларды жүзеге асыру кем дегенде 3 жыл керек деп ойлаймын. Өткені 1-ші жыл талдау жасайсың, жаңа тиісті ұсыныстар дайындайсың. 2-ші жыл жаңа жүзеге асыру, 3-ші жыл сол нәтижелерді көру. Иә, өзіңіз айтқандай, алғашқы жылдары көзге көрінбейтін жұмыстар көп жасалады ғой. Сондықтан халық міне облыс болдық қайда дейді, мысалы, бірақ көзге көрінбейтін жұмыста көп ұйымдастыру, құбырлар ауыстыру деген сияқты, оның барлығы қазір сәтте бой көтере қоятын ғимарат емес, былай қарасаңыз, иә. Енді жаңа туризм, мәдениет дегенге ойсақ, мен 5 жыл өмірім ақшта өткен. Оқу оқыдым, сол жақта өте көп сапарладым, және мен ол жақтағы туризмнің жай ғана инфрақұрылым сервистан бөлек, ол өзі бөлек бір әңгіме. Жалпы туризмнің берілу формасы, мәдениет пен тарихтың сатылу формасына қатты қызығатынмын. Тарих қалай сатылады? Орыс тілінде айтсақ, упаковкасы дейді ғой, қалай мәдениет сатылады? Қазақстанда ондай сатуға болатын идеялар өте көп. Қазақстан даласынан бірінші ғарышқа ұшқан адам бар, әлем ең бірінші ғарышқа ұшқан адам қазақтың даласынан. Мысал қарасаң, Австралияда кенгуруды білет, бірақ 95% сайғақ Қазақстанда екенін әлем білмейді. Мысалы, көп Қазақстанды да упаковать етіп сататын туристік жерлерде, туристік идеяларда, тарихи идеяларда өте көп. Және соның бір нысан, өзіңіз туризм комитетін басқарған адам ретінде жақсы білесіз, Ұлытау, әрине бұл жерде ауа райы басқа дегендей, бірақ дегенмен түркілердің бастауы, жошы бар, оның алдында Шыңғыс хан бар деген сияқты. Концепция өте көп. Дегенмен мен жошының басына бардым, өте әдемі, бірнеше жыл бұрын салынған екен, маған ұнады. Дегенмен, одан кейін жош ұлысы деген ғылыми конференция өтті, оған да шақырылған болатын, кәдімгі экспедиция сияқты ілгерілеу бар, жоқ емес, Дегенмен өзіңіз осы тарихи туризм дейміз бе, этно дейміз бе, қандай бағытты көресіз? Қандай концепцияны көресіз? Енді өте дұрыс айтасыз. Жалпы біздің өңір үшін туризм бағыты өте әлеуеті зор бағыт. Өйткені бізде көбінесе енді бізде жаңа этно-экотуризм дамытуға болады. Бізде өте тарихи, мәдени нысандар өте көп. Біріншіден сол Жошы хан, Алаша хан мазарлары, енді Ұлытау ауданында, ары қарай Ұлытау селосының ар жағында хан ордасы деген жер бар. Барды ма? Топыраққа аунады ма? Көп адамдар келеді. Ар жағында Ақжар, Борлы таулары. Ақжар қандай әдемі. Мен де көрдім сіздің инстаграмыңызда. Енді менің мақсатым, бізде жаңа Ақжар бар. Өмірінде білмеген бізде жаңа құмдар да бар екен. Қызылорда облысына бара жатқан жерден 90 километр жүреміз, сосын солға бұрыламыз. Ол жерде жаңағы Жетіқоңыр деген жер бар. Кәдімгідей
араб әмірлігінде жүретін сафари сияқты сондай бізде құмдар бар. Енді бұйыртса ең біріншіден туризмді дамыту үшін не керек? Ол біріншіден инфрақұрылым. Ол ең бірінші ол жол. Жол пайда болғаннан кейін сонда туристер келеді. Қазір өкінішке орай біздің жол жаңа облыс орталығына келетін жолдар жағдайы мәз емес деп айтуға болады. Бірақ та қазір мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен осы Қызылорда-Жезқазған жолы өткен жылдың аяғында құрылысы басталды. Біздің өңірдегі бөлігі 208 километр. Бұйыртса келесі жылдың аяғында 27 жылдың 1-2 тоқсанында толығымен сол жоба бітеді. Сонда бізде оңтүстіктен, енді көп халық тұратын өңір сол оңтүстік. Енді біз Ұлытауды Түркістанмен байланыстырамыз. Өйткені екі киелі жер. Енді оңтүстікте бізде 4,5 миллиондай халық тұрады. Өзіңіз білесіз, Түркістан бар, Шымкент бар, Қызылорда, ар жағында Тараз бар. Сол туристерге жол ашылады келуге. Мысалы, Қызылордадан 3,5 сағатқа келуге болады. Шымкенттен 4,5-5 сағатқа келуге болады. И ар жағында Тараз да бар. Енді Алматыдан да оңтүстік бағыт арқылы, мысалы, Таразды аралап, Түркістанды аралап, ары қарай біздің Ұлытауға келсе, біздің осындай мүмкіндігіміз ашылады деп ойлаймын. Сонымен қатар Қарағанды-Жезқазған бағыты жолы. Енді ол бағытта қазір жұмыс жүргізілуде. Осы жылдың аяғына дейін конкурс бітеді. Келесі жылда сол жолдың құрылысы басталады. Таза Қарағандыға дейін Жезқазған. Қарағанды-Жезқазған жолы. Ол бір қиын болған жол енді, қаншама жыл. Орташа есеппен мен осы жолмен айына 2 рет жүрем. Білесіз демек, әр шұрығын білесіз. Әр несін білем. Сондықтан осы жолдар, сосын жаңа Жезқазған Арқалық Қостанай жолы қазір жөнделіп жатыр. Ол жол арқылы қазір Астанадан да былай келуге болады. Жаңа Қостанай Арқалық арқылы. Енді бізде тағы да бір жоба бар. Тікелей Ұлытауды Астанамен байланыстыру. Қорғалжын арқылы. Мысалы, қазір Ұлытаудан мысалы 900 километрдей жол жүру керек. Астанадан Ұлытауға 900 километрдей жол жүру керек. Қарағанды арқылы, Қарағанды, Жезқазған арқылы. Енді бізде осындай бір тікелей маршрут бар. Ұлытау, Башын, Қорғалжын, Астана. 480 шақырым. Қазір ол жерде грейдер бар негізде? Соның өзінде, мысалы, Қорғалжын мен Астананың арасында асфальт бар. Арасында 360 шақырым қалады. Сол 360 шақырымда 50% асфальт бар. 40% грейдер бар. 10% асфальт жоқ. Енді мен тапсырма бердім, біздің өңірдегі 20 шақырым бар, асфальт жоқ. Енді жол жабындысы да жоқ, жаңа негізі, жолдың негізі айтады ғой, основа. Сонда дала жол, дала жол. Ол жерге мен тапсырма бердім, қазір 20 шақырымға тиісті сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Сондықтан біз келесі жылы бұйыртса облыстық бюджеттен бастаймыз. Бірақ та мен біздің облыс тарапынан біз премьер-министрдің атына осындай хат жазған тұғымыз. Қазір ол мәселе үкімет тарапынан қарастырылып жатыр. Бірақ олар есептейді, қанша көлік өтеді, потенциал қандай, өйткені ол арзан жоба емес шығар. Әрине. Ол күшті болатын еді, менің ойымша ұлытаулықтардың арманы бұрыннан бергі Астанаға тікелей шықсақ деген. Ол жерде мысалы жолдар пайда болса, туристердің саны өседі. Мысалы қазірдің өзінде мысалы жаңа Жошыхан кесенесіне тарихи мәдени комплекс дейміз ғой. Оған осы жылдың басынан өткен жылмен салыстырғанда туристер саны 3 есе өсті. Қазір шетелдіктер көп келіп жатыр. Мысалы өткен жылы бізде ұйымдасқан турлар болған жоқ. Қазір мысалы Астанадан кәдімгідей туроператорлар осы жергілікті кәсіпкерлермен бірлесіп кәдімгідей ұйымдасқан турлар жасайды. Мен өзім осыдан 1-2 ай бұрын Жошыханға барғам. Ол жерде кәдімгідей шетелдік туристер топтарымен жүреді былай. Қолдарына флажоктарды ұстап алады. Арасында гидтері бар, ағылшынша айтатын. Мен сонда өте қатты қуандым. Болашағымыз бар деп.
бұйырса Жошхан туралы фильм шықса, біздің мемлекеттің қолдауымен түсіріліп жатыр ғой, бұйыртып Netflixте шықса, туристердің саны енді көбейсе, әрине ол кәсіпкерлікке жақсы. Өйткені қазір мысалы туристер саны онша көп емес, енді кәсіпкер ойланады, мысалы қонақ үй салайын ба, салмайын ба? Өйткені егер туристер аз болса, онда мен қонақ үйім ешқандай пайда әкелмейді, сосын тұрып қалады. Қазір енді осы мен ойымша осы 2 жыл, 1,5-2 жылдың ішінде қатты қарқынды дамиды осы туризм саласы бізде. Осы жолдардың келуімен, кәсіпкерліктің дамуымен, өйткені қазір көптеген кәсіпкерлер бізде мысалы енді жергілікті кәсіпкер бар, әрине, бірақ та басқа өңірлерден көп кәсіпкерлер келіп жатыр. Мысалы, оңтүстік жақтан көп кәсіпкерлер келе жатыр, өйткені ол жерде бәсекелестік өте жоғары. Бізде нарық әлі толығымен ашылған жоқ. Нарық бірқатар бағыттарда әлі жасауға болады нарықта. Мысалы, біздің кәсіпкерлер ашылмаған жерде басқа өңірлерден келген кәсіпкерлер қазір жұмыс істеп жатыр. Ұлытаудың боранына шыдаса, бәрі жақсы болып кетеді. Ұлытаудың қыстағы үймен бірдей қара. Облыс әкімі тұрмақты, мен жаңағы блогер және қарапайым медиа маман ретінде, және 4 баласы бар ана ретінде, күніне 1 сағат, 2 сағат әрен тауып, таңға қарай ұйықтап, таңда тұрып дегендей қиын негізгі режим. Сіздің режиміңізді білмеймін, мен елестете алмаймын. Нешеде ұйықтайсыз? Нешеде тұрасыз? Мен түнде өте кеш жатам. 12:30-да, 1-де, таңертең сағат 7-де тұрам, 8-де жұмыста боламын. 8-де жұмыста. Қандай да бір бос уақытыңыз болып қалса, енді демалыс күндері қайда барасыз? Мысалы, мен сіздердің кеше ғана театрларыңыздың парақшасына кіріп, репертуарын қарап шықтым, қызық болды. Қандай репертуар, жаңара ма екен, труппа қандай дегендей жап-жақсы репертуар бар екен. Ғимарат ескі болған, мен жаңа ғимарат салайын деп жатқан сияқтысыздар. Ол ғимаратқа да күрделі жөндеу жұмыстар келесі жылы жасаймыз. Жасайсыздар, және мен үшін театрдың ең үлкен көрсеткіші бұл басқа өңірден, басқа университетті бітіргеннен кейін жас маманды өзіне қалдыра алатын театр. Мен үшін ол үлкен әлеуеті бар театр. Тек қана өзінің жаңа пенсиядағы актерларымен ғана отырмайды. Сондықтан театрға барасыз ба, білмеймін. Қандай уақыт, жұмыстан тыс қандай уақытыңыз бар және қалай өткізесіз? Енді театрға әрине барам, бірақ та осы 1 жылдың ішінде өкінішке орай 2 рет қана барғам театрға. Жалпы мен демалыс күндері, енді демалыс күндері болғанда біз сенбі күні жұмыс істейміз. Демалыс күндері болғанда, мысалы мен бос уақыт болғанда, мысалы жексенбі күні мен кейде жалпы қозғалысты жақсы көрем. Мен рульге отырып, қалан шетіне шығамыз, әрине Ұлытауға барам, немесе Теректі әулиеге барам. Жалпы былай кейбір бармаған жолдарым бар ғой, енді сол жерге барам. Жалпы мен мысалы кешке, мен жаңа атап өткен болатын, велосипедпен жүрем. Сосын кейбір кезде жаяу серуендеймін. Және кешкі қаланы, мен жалпы туған Жезқазғанды өте жақсы көрем. Мен кешке осы жаяу Жезқазған, мен бір жақсы көретін жерім бар. Бізде ғарышкерлер бақ жолы деген бар. Сол жерде жаяу серуендеуді жақсы көрем. Сосын бізде мәңгі алау бар, сол жерде жүрем. Сосын бізде қала құрылысшыларына арналған алам бар, сол жерде жүрем. Ол жерде қосымша пайдасы да бар. Мысалы, жаяу серуендегенде, немесе машинамен жүргенде көріп тұрасың. Мысалы, жолда жүрсен, мына жерде бір шұңқыр пайда болды. Мына жерде жаяу жүргенде, мына жерде бір шам жағылмай қалды, немесе кішкентай қоқыс контейнері дұрыс тұрған жоқ, немесе толып кетті. Оны әрине үнемі мен түсіріп отырам, сосын жіберемін. Сіздің демалыс бәрібір жұмыспен бәрі. Енді дегенмен серуендеп демалып жүргеннің өзінде бізде айтады, профдеформация деп айтады. Үнемі сен бәрібір жұмыспен байланысты дүние атқарып жүресің деп. Кез келген адамның өмірінде менің ойымша бір кезең болады, midpoint деп айтады ғой, бір
өлара шақ деп айтамыз ба, бір шақ болады, өмірін басқа бір арнаға бұрып жіберетін. Өзің былай елестетесің, бірақ бір 180 градусқа кетіп қалатын. Я болмаса бір өте күрделі шешім сол саған өміріңді сіз ойламаған арнаға бұрып жіберетін. Сондай бір кезең болды ма, және ол қандай кезең сіздің өміріңізде? Енді әрине, ең біріншіден ол мамандықты таңдау. Ең басты кезең менің өмірімде осы қазіргі лауазымға алып келген, ол ең бастысы мамандық. Екінші кезең ол президенттік резервтің құрамына кіру. Өткені ол президенттік құрам маған осындай мүмкіндік берді. Саяси лауазымға тағайындап, осындай мүмкіндіктерді қолданып, туған өнерімді дамытуға, ол негізінен сол президенттік жастар резервінен келген ұсыныстар болды. Енді әрине, енді мемлекеттік қызмет оңай емес, арасында түйткілді мәселелер де болады. Енді басында жалақы да онша үлкен болған жоқ. Енді қазір осындай лауазымда әрине жалақы жақсы жетеді. Қанша алады әкімдер? Қалай? Әкімдер, облыс әкімдері қанша алады? Жалпы облыс әкімдері, жалпы саяси қызметкерлер, олардың жалақылары үкімет қаулысымен жаңа қызмет бабында пайдалану ретінде олар ашық жарияланбайды. Ашық жарияланбайды. Ашық жарияланбайды, бірақ та мен айтайын, бір осы жердегі жұмыс істеген шахтерлар бар. Сол білікті шахтердің жалақысы сияқты. Енді әрине осындай жалақыға байланысты бір қиыншылықтар болды. Енді жас маман болғанда. Кешіріңіз, қандай жалақымен бастадыңыз? Менің бірінші жалақым 27 мың теңге. Қай жылдары? 2006 жылдың басында. 27 мың теңге. Енді әрине ары қарай өсіп, тәжірибе алып, енді жалақы өсті. 90 мың болды, 150 мың болды. Енді қиын кездер де болды. Кейде мемлекеттік қызметтен кетіп қалу сәттері де, ондай ойлар болды. Бірақ та ол уақытта маған қатты қолдау көрсеткен менің әжем, атам және ата-аналарым. Олар ештемені уайымдама, жұмысте біз сенің тұрмыстық жағдайыңды бәрін көмектесеміз деп, сондай қолдау көрсеткен болатын. Иә. Өйткені шынымен ақ мен өзімнің айналамда, менің замандастарымның мемлекеттік қызмет істеймін деген көбісі осы жалақы үшін кетіп қалғандар бар. Өйткені сыртта жүріп фрилансер болып ақша табу, одан 3-4 есе көп табасың дегендей. Бірақ та қазір енді жалпы осы соңғы 3-5 жыл ішінде енді мемлекеттік қызметшілердің жалақылары әжептәуір дұрысталды. Қазір дұрыс бағытта келе жатырмыз деп ойлаймын. Енді ол мүмкін жалақының көтерілуі мемлекеттік қызметте жақсы мамандарды ұстап қалуға мүмкіндік берді. Қазір мысалы осыдан бір 10 жыл бұрын көптеген жас тәжірибелі мамандар өкінішке орай кетіп қалған. Бірақ та осы мен біліп отырмын, көп адамдармен істедім. Осы соңғы 3-5 жыл ішінде көбісі қазір мемлекеттік қызметке қайтып келе жатыр. Ұлытауға да келсеңіздер, жас маман болып 9 миллион теңге береді. Ол енді дәрігерлерге. Өзің санаттар бар әрине. Сонысын пәтер алу бойынша жеңілдіктер бар, Негізі менің субъективті пікірім бойынша халықтың жалпы әкімге, депутаттар болсын, билік дегенде бір көзқарасы бәрібір әкім бай, әкім андай, әкім, бәрібір әкім болмаса биліктегі адамдарға деген көзқарасы супер позитивті, кейде супер объективті де емес. Негатив өте көп. Кейде орынды, кейде орынсыз, бірақ негатив өте көп. Бұл сенім ғой, бұл сенім мәселесі. Қандай жағдай болды, сенім қалай кетті, оның барлығы бөлек мәселе, бірақ қазір сіздің ойыңызша сенімді қайтару, сенімге ие болу, осы үшін не істеу керек? Енді біздің қызметте әрине сенім үлкен рөл атқарады. Сенім, халықтың сенімін алу үшін ең біріншіден оларды есту керек. Есту керек, содан кейін солардың жаңа ұсыныстарын, түйткілді мәселелерін шешу керек. Енді уәде бергенде де сол уәдені орындау керек. Енді әрине, мысалы, маған кейде сұрақтар қояды,
осындай уәде бересің ба бермейсің ба. Әрине менің қолымда тұрған нәрселерге мен уәде бере аламын. Енді кейбір сұрақтар жаңа мемлекеттік басқару жүйесіне тікелей ешқандай байланыс жоқ. Мысалы жеке кәсіпкерлердің мәселелері, олардың жаңа ары қарай дамуы сияқты, немесе бізде жүйе құраушы компаниялар бар, олардың жоспары бойынша кейде сұрайды, уәде бер дейді. Енді әрине мен біздің бюджеттен не жасаймыз, соған уәде берем. Және басқа да жалпы енді мен түсінікті, тек қана бюджет қаражатына жасалынып жатқан жұмыстарға ғана жауапты емеспін. Жалпы өңірде бүкіл мәселелерге жауаптымын. Бірақ та ол жерде мен сол мәселелерді қарастыруға және соларды шешуге, көмектесуге, атсалысуға уәде берем әрқашанда. Демек, сенімді нығайту бұл есту және уәдені орындау. Иә. Және менің ойымша кез келген адамның ісі сөйлейді. Кез келген адамның ісі сөйлейді, және бұл дүние осы әкімнің тұсында жасалып еді деген сөз, бұл ауыздан ауызға кететін дүние. Мысалы Қонаевтың болсын, мынау сіз кетсеңіз де арасан кетпейді дегендей, несі жасаған әрекеттері ол халықтың көз алдында, халық бағасын береді бәрібір қай заманда да. Бұл енді классикалық сұрақ, дегенмен 10 жыл бұрынғы өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Дұрыс жолда жүрсін, жолынан тайма. Солай ма? Солай. 10 жылдан кейінгі өзіңізге қандай кеңес бересіз? Я болмаса осылай қалай елестетесіз деп айтайық? 10 жылдан кейін енді елестеткенде, енді мен осы өмір бойы бүкіл өмірімді осы мемлекетке қызмет ету, қоғамға қызмет ету мақсатын қойып отырмын. Менің ойымша, бәрі жақсы болса, осы мемлекеттік қызметте жұмыс істеп, сол мемлекеттік қызметтен пенсияға шығу. Жалпы бала шағаңыз сізді көре ма үйде? Көреді, болады ондай кездер. Кейде үйге кіріп шығамын дейсіз ғой. Өйткені менің ойымша осындай күні түні қызметте жүрген адамдардың әйел ретінде әйеліне, бала шағасына, әйеліне жүк өте ауыр болатын сияқты. Бүкіл баланың тәрбиесі әйелдің мойнында шығады. Бізде мысалы балаларым жаңа мемлекеттік мектепте оқиды. Бірақ та мен кейбір кезде оларды өзімен бірге апарғым келеді. Мысалы футболға барамыз, басқа жерге барамыз. Сол балаларды тартқанда олар менімен жүрмейді. Олар әкімнің қасында жүргісі келмейді. Окей. Жаңа лишнее внимание дейді ғой. Соны онша жақсы көрмейді. Олар кішкене көрінбейтін жерде жүреді. Папа бізді ешқайда нетпе, бізді әкімнің баласы деп тануды нетпейміз. Қаламаймыз. Ол да жақсы, ойындағысын айтып тұрған ол да жақсы. Жеке өміріміз бар, бізге тиіспе. Қазіргі балалар сондай, олар шекарасын біледі. Және әйеліңіз де осы жақта, осы... Балаларым, әйелім осы жерде. Енді 2 балам бар, 2 ұлым бар, біреуі 15 жарында, екіншісі 13 жарында. Енді екеуі де осы мектепте оқыды, орынбасар болғанда да осы мектептерде оқыды. Әкім болып қайтып келгенде өздерінің мектептеріне қайтып келді қайтадан. Бірақ та үлкен ұлым қазір Астанаға, осы жылы Астанадағы бір халықаралық мектепке түсті. Жаңағы нелерімен экзамендерін тапсырып, сол жерге түсті. Енді қазір Жезқазғанда тек қана кіші балам бар. Үлкен балам менің әжеммен бірге Астанада тұрады. Рахмет. Өйткені отбасының, маған оны осы Жезқазғандағы адамдар айтты. Мен Жезқазғанды жақсы білем демеймін, бірақ өткенде бір апта осында болғанда маған Жезқазғандағы адамдар бүйтіп айтты. Әкімнің отбасы, бала шағасы, сол әкім қай өңірде, сол жерде тұрғаны өте маңызды. Өйткені
әйелі айтады, ей мынау су, мынау жол, баласы айтады, ой мынау бүйтіп айтып жатыр деп. Бұл бір командировочный әкім болмау керек деп. Осы жерде тұратын, осы тамағын жейтін, суын ішетін әкім болу керек деп. Өте дұрыс айтасыз. Біз де сол суды ішеміз, сол жолдармен жүреміз. Біздің де жаңа туғандарымызды осы жаңағы су ішеді, осы жолдармен жүреді. Әрине әрқашанда бізге осындай сындар келеді. Сол сындардың арқасында мүмкін ол бізге қосымша стимул деп ойлаймын. Иә. Көп рахмет. Рахмет. Көп рахмет. Ұлытау облысын өте жақсы көретін адам ретінде. Мен жүрегіме, себебі жаңа айттым, нағашыларым, одан бөлек бүкіл балалық шағым өткен өңір ретінде сіздің осы өңірге барынша қолыңыздан келгенше еңбек сіңіруіңізге тілектеспін. Және бұйырса, әрине бәрі бір жылда шешілмейді, ол анық, бірақ бұйырса бірнеше жылдың ішінде тақтайдай тегіс жолмен Ұлытауға келіп, мөлдір суын ішіп отырайық. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Рахмет.